Енді мынау күтпеген жерден балалар маған супер жасап жатыр күштеп. Грузиядан машина алып келді Камри. Көп рахмет балдарыма, қыздарыма, бәріне. Тут мен айтарым аузыма ештеңе түспей тұрды қонғанда. Көп рахмет балдарыма. Қыздарым, балдарым, күйеударым бәріне. Жалт етеді бір үміт тайып бері, жалынамын жанымды шайып көріп, қамым сыймай барады арнасына, қосылғандай елге Асқар тауым, өзің едің салмақтым, сәл биікке өрлесем сен мақтандың. Өзің барда жеткен әрбір жеңісім, ол да сенің арқанда ғой ардақтым. Сағындым әке, жарқын бейне жанымды, кім түсінер қайғы жұтқан жанымды. Жырақ жүрген кей кездері жанымда, кешірші әке, түсінбеген қамымды. Шың басына қарап тұрып ойланам, сағым болып бір көрінсең жайланам. Шөлейт жердей жаңбырға еш тоймаған, мейірімді аңсап әке, ой қалам. Әкеміз Бауыржан Өтеуұлы Ахметжанов. 1958 жылдың 18 сәуір Атырау облысы Индер ауданы Өрлік ауылында өнегелі отбасында дүниеге келді. Әкесі Өтеу ұзақ жылдар бойы Ленин орденді Передовик колхозында есепші болып қызмет етті. Анасы Амина бала тәрбиесімен айналысты. Әкеміз Бауыржан 9 баланың 4-шісі болды. 1965 жылы Өрлік ауылындағы орта мектептің табалдырығын аттады. Мектепте өте тәрбиелі, сабаққа алғыр, достарының ортасында беделді болды. 1975 жылы мектепті ойдағыдай аяқтап, Алматы қаласына оқуға түсіп, 1979 жылы отан алдындағы борышын абыроймен атқарып, елге оралды. Алғашқы еңбек жолын Атырау қаласында машинист мамандығы бойынша қызмет етті. 1982 жылдан бастап Передовик колхоза Өрлік ауылында жүргізуші болды. Өмірлік жолдасы Нұржамалмен отау құрып, өмірге Айелита, Райгүл, Жандарбек, Манарбек атты 2 қыз, 2 ұл дүниеге келді. Осы ұл қыздарының есейіп ер жетуіне үлкен үлес қосып, жоғарғы оқу орындарында оқытып, қанаттыға қақтырмай, қамқор, сүйікті әке болды. Өз қолдары өзіне жеткенше бар жақсылықтарын аямай ұрпақ жолында тер төкті. 2002-2022 жылдар аралығында теңіз, Қашаған кен орындарында білімін жетілдіре отырып, бригадир мамандығына дейін көтерілді. Осы салада 20 жыл үзбей қызмет етіп, 2022 жылы зейнетке шықты. Ізденімпаздылығы мен еңбекқорлық арқасында жұмыстастар арасында зор құрметке ие болды. Әкеміз Бауыржан қамқор әке, досқа адал, бір сөзді, жанына жолдастарын, достарын жинай білді. Өз ортасында беделді, сабырлы, ақ көңіл, жүрегі кең, ешкімге жамандық ойламайтын жан еді. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған абзал әкеміз 4 рулы елмен құда болып, ұл қыздарынан 6 немере, 7 жиен, 3 жиеншар көріп кетті.
Біздер Бауыржанмен 10 жыл бойына мектепте балдырғанда бірге оқып, бірге 10 жылдық мектепте бітірдік. Бір ауылда өрлі орта мектебінде. Содан кейін де әркім жан-жаққа өзінің таңдауымен, өзінің мамандығымен жан-жаққа кетсе де, біздер сол осы күні бүгінге дейін арамыз алшақтаған жоқ. Бала күніміз өмірге келгеннен бастап осы уақытқа шейін бірге ойнап, арамызда үй жоқ, көрші болдық. Өмірге кету хақ деген бар. Өкінішті, әрине өте жас кетті, бірақ енді артында орны бар оңалады деген 2 ұлы, 2 қызы, шүкір барлығына немере жиендерін көріп кетті. Анау 2 кішкентай егіз немересін көріп кетті. Енді соларды мектепке апарсам деп армандайтын еді. Бірақ енді ол арманы орындалмады. Мектепті бірге бітіріп, 1970 жылы Арман қала Алматыға келіп оқуға түстік. Одан оқып, армияға 2 жыл бірге болдық. Бауыржан біздің менен кейінгі інілері мен қарындастарына қамқоршы болды, және бізге қорған болды. Бауыржан өте ақ көңіл, сабырлы, барлық жерде беделді, сыйлы азамат болып, және бір айтқан сөзін берген уәдесінде тұрып, яғни бір бастаған сөзін аяқсыз қалдырмайтын өте еңбекқор болды. Біздер Баукеңмен талай араласып жүрген мезгілде марқұм өте қонақ жайлыға, сондай баратын жеріне асығып, сол қонағына жеткенше асығады. Өзінің үйіне қонақ келгенді өте жақсы көреді. Аптаның аяғына жақындағанда кемпірінен қайда барамыз, қонақ шақырды ма? Я болмаса, сен қонақ шақырған жоқсың ба осы аптаға деп, сондай бір жақсы сағынышпен достарын, жолдастарын, ағайындарын сағынып отыратын жандар. Спокойный сондай. Бала тәрбиелеуде де шатасқан жоқ, жар таңдауда да шатасқан жоқ. Сол қатты сөйлегенін, қатты ренжігенін мен осы қанша балалық шағымыздан бері қарай бірге өссек те көрген жоқпын. Сол өзінің үлгі өнегесін, осындай жақсы мінезін балаларына үлгі жасап кетті. Ұлжамал екеуін, яғни жеңгеміз екеуі Қыз Жібек пен Төлегенде болып, бір-бірін сыйлап, құрметтеп, қадірлейтін үлкен отбасы болды деп есептеймін. Немере жиендердің сүйікті атасы, жарына адал жар, ұл қыздарының қамқоршысы, құда жекжатқа сыйлы, бауырларының қамқоршысы. Әкеміз достарынан, бауырларына бар жақсылығын аямат. Жұбайы Нұржамалмен өмірдің ең қызығын көретін шағында 66 жасында өмірден өтті. Ерте кеткені болмаса, Аллаға шүкір бүгінде әке жолын жалғастыратын ұрпақтары бар. Жаниямыздың атынан, бауырларының атынан жатқан жеріңіз жайлы болсын дейміз. Шаңырағымызға түскен ауыр қайғыға ортақтасып, басымызды сүйеген барша ағайын тума, құда жекжат, көрші көлем, дос жарандарына әулетіміздің атынан басымызды иіп, зор ризашылығымызды білдіреміз.
Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған,